кеше өткенде бір анау астрономия, геология, жер қабаттарын зерттейтін немесе әуе қабаттарын зерттейтін ғылым Құранда анау жоқ, мынау жоқ деген айтқыштар көп қой қазір. Құранда астрономияда қанша қабат бар, жерде қанша қабат, оның бәрін тәптіштеп айтпайды Құран, өйткені ондай бір ғылыми кітап емес та. Құран саған тәптіштеп барлығын айтып том-том болып түскен кітап емес ол. Ол жерде медицина бар Құранда, анау бүкіл ғылым бар да. Құран саған нұсқаулық береді осындай. Үндеулер тастайды, аспанға қара, жерге қара, өзіңнің жаратылысыңа қара. Фәльянзур инсану мимма хулиқ, адам өзінің жаратылысына қарасын, мән берсін деп. Сондай нәрселерге, мына тауларға қара дейді жердегі, мына таулардың жаратылысына қара дейді мысалы. Сондай нәрселерге Аллах Тағала зер салды, мән бер деп, зертте дейді. Сондайларға үндеу тастап қояды, болды Құранда. Сен ары қарай өзің зерттеп соны іздеуің керек, соған зер салып ақылын жүгіртуің керек. Өйткені сен адам сол нәрсені зерттеуге, ақылыңды жүгіртіп, оны ары қарай жасырын жатқан нәрселерді білуге, ғылым ретінде айналдыруға, жаңалықтарды шығаруға сен қабілеттісің. Аллах Тағала сені қабілетті етіп жаратып алған. Сол нәрселерге сен ұмтылуың керексің. Өзің баруың керек. Аллах Тағала міндетті емес, барлық нәрсені сен тәптіштеп саған бәрін баяндап береді. Адам атаны ең алғаш жаратқан кезде Аллах Тағала не деді? Ең бірінші адамға үйреткен не? Бүкіл жердегі жаратылыстың бүкіл есімін, заттарын бәрін атын түстеп айтып қойды да, үйретіп қойды адам ата. Бүкіл нәрсенің атын үйретті Аллах. Неге? Өйткені адам ата сондай қабілетті болып жаратылды да, ол бірдеңені үйренуге, бірдеңені білуге, сондай бір интеллект дейді ғой, сауатты болуға, білім алуға сондай қабілетті болып жаратылды да. Сен де сондай қабілеттісің да. Сенің жаратылысыңда әрбір адам жаратылысында сондай қабілет бар, ізденуге, білім алуға. Сол қабілетіңді ары қарай дамытып, біліміңді шыңдау үшін сен соларды осындай Аллахтың Құрандағы айтқан нұсқаулықтарын ары қарай оқып, дамытып, зерттеп, өз біліміңді арттыруың керек та. Құранда ештеңе жоқ емес, Құранда барлық нәрсе бар, сен зер салып қарасаң. Өзің ізденуің керек, өзің ары қарай еңбектенуің керек. Аллах Тағаланың міндеті емес саған бәрін айтып берді.